Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай лагман подливасын банкіге жауып қысқа сақтау рецептімен бөлісемін. Жаз мезгілінде дайындап қойсаңыздар, кез келген уақытта пайдалана берсеңіздер болады. Әсіресе қыс уақытында ең керекті подливалардың бірі. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі қызанақ, қызыл болгар бұрышы, осындай полугорки бұрыштар, және осындай бізге джандо деп аталатын көкөніс қажет. Міндетті түрде қосу керек, себебі ұйғыр лагманы бұл көкөніссіз дайындалмайды. Бұл лагманға ерекше дәм береді. Және 2 бас чеснок керек. Сұйық май және тұз қажет болады. Ең алдымен қызанақтарымызды жақсылап жуып, блендердің көмегімен немесе ет тартқыштың көмегімен езіп аламыз. Қызыл болгар бұрыштарын жақсылап жуып, осылай екіге бөліп, ұзыншалап турап шығамыз. Осы подливаны қалай пайдалану керек дегенге келетін болсақ, ең алдымен етіміз бен пиязымызды қуырып аламыз. Етіміз піскен кезде істеп жатқан тамақтарыңыздың көлеміне қарай подливаның керекті мөлшерін қосасыздар. Ашылған банканы тоңазытқышта сақтаймыз. Ендігі кезекте жандоны жақсылап жуып, 1 сантиметрден турап шығамыз. Чеснокты видеодағыдай майдалап турап шығамыз. Ендігі кезекте полугорки бұрыштарымызды жақсылап жуып, екіге бөліп шығамыз. Қолға міндетті түрде перчатка киген дұрыс, себебі ащы болып келеді. Және видеоға түспей қалған тағы бір ингредиент, ол сельдерей. Сельдерей лагманға ерекше дәм береді, сол үшін міндетті түрде қосыңыздар. 1 пучоктың жартысын қосамыз. Барлығын турап дайындап болғаннан кейін табамызға, яғни қызып тұрған табағымызға сұйық майды құйып, сәл қыздырып, артынан томатымызды құямыз. Майымыз қатты қызып кетпеу қажет, орташа болу қажет. Тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып, жарты сағаттай қайнатамыз. Бірақ арасында араластырып тұру қажет, себебі түбі жабысып қалуы мүмкін. Жарты сағатқа жақындады. Енді біздің жандомызды салып, тағы 20 минуттай қайнатамыз. Орташа отта қайнатамыз. Және арасында араластырып тұру қажет. Жиырма минуттай уақыт өтті. Енді біздің қызыл болгар бұрыштарымызды және полугорки бұрыштарымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тағы да бір 10 минуттай қайнатамыз. Арасында міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. 10 минут өткеннен кейін сельдерейді және чеснокты қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Және 5-7 минуттай ғана қайнатамыз. Одан артық қайнатпаймыз, себебі бұрыштары езіліп кетуі мүмкін. Осымен біздің подливамыз дайын болды. Банкілерге құйып шығамыз. Банкына крышканы міндетті түрде булау керек. Бұл рецепт бойынша менде 2,5 литрдей шықты. Матамен орап, жылы жерге 1 түнге қойып қоямыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.